Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз Бекболат Ұстаз YouTube арнасында жаңа подкаст жоба бастамақшымыз. Бұл подкастымыз талқы деп аталады. Яғни қоғамдағы өзекті болған мәселелерді осында талқылаймыз. Емін-еркін подкаст қой, әлі қалай? Имам Матруди мен Ашғари арасында ақида тұрғысынан нақты қандай айырмашылық бар? Арасынан ажырату мақсатында ихтилаф бар. Енді қатты асылы болмаса да, бірақ хақиқатан ихтилаф бар. Лаззи деп айту қиын да. Бұл Алла затта емес, Алла сипатта емес да. Мен сәл-пәл жоғарғы лиганың әңгімесін айтып жатқан жоқпын. Негізі бәрі нормально ма? Көрермендерге айта береміз. Алланың кәламы естіле ме, естілмей ме вопросында бар. Мысалы, біз бойынша Алланың кәламы естілмейді. Естілетін болса өйткені хуруф асфат болып келеді, бұл хадис болып келеді. Сәләф пен халаф арасында ақида бірдей ме, әлде айырмашылық бар ма дейді? Қол емес пе, Аллаға тапсырған десе дұрыс емес. Әрине, машалла. Яғни оны аударып алып барып Аллаға тапсырып дұрыс емес дейсіз. Оларға ятта хақиқасын береді. Яғни Алла Тағаланың қолы бар хақиқатында. Бірақ оның қандай екенін білмейміз дейді. Бірақ бұл жерде ол алмайды. Ол жерде қателесті да. Бірақ жалпы сол идеяларын бірге келтіреді. Касани ма, касаи ма, кисаи ма, дұрыс. Түсініп тұрсың ғой? Машалла. Демек, бір нәрсе іске аспаса, оны Алла қаламады. Іске асса қалады. Машалла. Айбарату назым уәл маана дейді. Назым дегеніміз, назым деген қыздың аты емес. Назым деген айбаратты айтып жатыр ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның нұры әлемнің алғаш жаратылысы деген көзқарас ақидаға сай ма? Сенің пайғамбардың нұры ең бірінші жаратылыс болды деген екен. Демек осы жерде пайғамбардың нұрынан жаратылыс пайда болды деген хадис бар да, бірақ бұны ғалымдарымыз әлсізге шығарғандар болған немесе құптағандар болған. Мазхабты ұстану шарт па, әлде ерікті ме? Все. Bu менің тем. Өзімнің нем ғой бар бе? Бисмилла. Сендер шыға беріңдерші, бәкең шығара беріңші. Қазір өзім бітіремін әңгіме. Алла разы болсын, ойнап отырған ғой енді. Бекболат Ұстаз өткенде бір мәселеде спорт етіп қалып жеңіп кеткен мен.